Талап пен Жанат деген ағалы інілі бауырлар тату-тәтті көршілес өмір сүрген екен. Алайда бір күні ағасы көрші інісі Жанаттың талабын, өтінішін орындамай, араларында салқындық пайда болады. Екіншіде інісі де ағасына қажетті көмекті көрсетпей, өткен жолғы ренішін еске салады. Осыдан кейін екеуі қатты ренжіседі. Сөйлесу түгілі амандаспайтын халге жетеді. Күндердің күнінде талаптың есігін жұмыс іздеп жүрген ағаш ұстасы қағады. Оны жұмысқа алуға келісіп, анау тұрған шағын өзенді көрдің бе? Соның арғы бетінде інім тұрады. Сол жерге үлкен қақпа орната аласың ба? Ол өте биік болсын. Оның үйінде, түрінде көргім келмейді дейді талап. Ұста, иә, жасауға болады. Сонда неге ініңізді көргіңіз келмейді деп сұрайды. Ағасы не себепті ұрысқандарын да есіне түсіре алмады. Ренішісі тереңдеп кеткен екен. Аз ғана ойланған тұста, рұқсат етсең таңға дейін жұмыс істейін, ертең басқа шаруаларым бар еді дейді. Қожайын келісімін береді. Алайда түні бойы мазасызданып ұйықтай алмай шығады. Оның үстіне сырттан ұста құралдарының тарс-тұрс дыбыстары естіле береді. Ақыры таң атып, қожайын сыртқа шығады. Қақпаға тапсырыс берген тұсқа мойын бұрып қараса, ешқандай қақпа жоқ. Керісінше, өзеннің арғы бетіне өтетін көпір қойылыпты. Сорың құрсын, мынау не сұмдық? Мына ұстаны ма? Мен оған әлгілерді көзіме көрсетпейтін қақпа салуды тапсырдым ғой, деп ашуға болға бергенде таныс бейне ұшырасады. Кілт тоқтап, анықтап қараса, көпірдің үстінде інісі Жанат тұр екен. Ол қолын бұлғай, қымбатты бауырым менің, жан бауырым, сені сондай сағындым. Сен менің ең жақынымсың ғой. Өзім бірінші қадам жасауға тәуекел ете алмай жүредім. Алайда сен оны жасадың. Әрине, өйткені сен үлкен әрі ақылдысың ғой деп ағынан жарылады. Екі бауыр құшақтасып, көздеріне жас алып, мәз мейрам болады. Екеуі көк шалғынға отыра кетіп, өткен-кеткендерін еске алып, қызықты сәттерін айтудан жалықпады. Осылайша кештің қалай батқанын да байқамай қалады.